Қайырлы күн, менің сүйікті сүйкімді көрермендерім. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен брокколиден осындай целых 2 түрлі тамақ істейтін боламыз. Мінекей, қараңыздар. Осындай тәбетті пицца сияқты омлет жасаймыз. Және де брокколи чесночный соуста істейміз. Мінекей, қараңыздар. Осындай тәбетті болып шығады. Ендеше, видеоның соңына дейін қараңыздар. Біздің ең бірінші сайтын рецептіміз брокколидің омлет. Брокколиді жақсылап жуып аламыз. Сосын мынандай бөліктерінен бөліп аламыз мінекей. Мінекей, осындай бөліктерге, сосын оны тағы да 4-ке бөлеміз. Мінекей, осылай дайындап аламыз. Барлық брокколиді осылай кесіп аламыз. Достар, енді қайнап тұрған суға 1 шай қасық тұз қосамыз. Содан кейін үстіне тураған брокколиларымызды саламыз. Ровно 4 минут қайнатамыз, одан көп қайнатудың қажеті жоқ. Себебі брокколилары езіліп кетіп, тәбетті болмай қалады. Енді достар, бағанағы піскен брокколиларымызды бірден осындай салқын суға салу керек. Бұл салқын суға салу міндетті. Себебі ыстық суда тұра беретін болса, бағанағы айтқандай езіліп кетеді. Брокколиіміз салқын суда тұрған кезде бетіне құятын жұмыртқасын дайындап алайық. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет. Үстіне кішкене бұрыш саламыз. Және де тұз саламыз. Араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз дайын. Енді қызып тұрған табағымыздың астына сары май жағамыз. Енді оның үстіне піскен брокколиларымызды саламыз. Қуырамыз. 1 минут қуырсақ жеткілікті. Осылай орналастырамыз. Енді отын ақырындатамыз. Үстіне жұмыртқаны құямыз. Үстінен помидорларымызды қоямыз. Осылай тұрады. Мінекей помидорларымызды осылай орналастырып алдым. Енді үстіне теркадан өткізілген сырымызды себеміз. Сырларыңыз көбірек болса, соншалықты дәмдірек болады. Енді сырымыз ерігенше және жұмыртқасы піскенше қақпағын жауып қоямыз. Мінекей достар, сонымен біздің бірінші тағам дайын. Екінші рецептке кірісейік. Ол үшін бізге брокколиді 4-ке бөлудің қажеті жоқ. Міне осындай брокколидің бөлінетін жеттері болады. Соны бөліп аламыз. Мінекей. Енді бұны да қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. Енді брокколиді пісіруге кірісеміз. Ең бірінші қайнап тұрған суға 1 қасық тұз қосамыз. Және де брокколи қанық жасыл түсін сақтау үшін қасықтың ұшымен сода қосамыз. Енді үстіне брокколи саламыз. Тура 5 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Енді достар, брокколимен бірге жейтін чесночный соусын дайындаймыз. Чеснокты езіп алдым. Енді оның үстінен қаймақ қосамыз. Енді оның үстінен бұрыш көп керек емес. Араластырамыз.
соусымен чесночный соус дайын. Мінекей достар, чеснок соусымен жейтін брокколиміз дайын болды. Сонымен достар, жарты сағаттың ішінде осындай 2 түрлі тағам жасап шығардық. Дәмдері деген керемет, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Егер де видеоны соңына дейін қарап рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де комментарийға осы біздің YouTube каналдан қандай видеоның рецептін көргілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде оқып, жасап көруге тырысамыз. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.